достар, бүгін біз логарифмді аламыз, сонымен сразу есеп шығарып бастаймыз. Логарифм дегеніміз не деп отырмаймыз, бірден практикамен үйреніп бастаймыз. Логарифмді түсіну үшін біз екі нәрсе білуіміз керек, біреуі көбейтуді, екіншісі дәрежеге шығаруды. Осы екеуін білсек, логарифмді жаңағыда есеп шығарғанда қиналмаймыз логарифммен. Ал енді бастайық, қараңыздар. Мынандай жазалық, 2-нің x дәрежесі тең 8-ге делік. Енді бұл жерде 2-нің бір x дәрежесі 8, яғни 8 дегеніміз 2-нің кубы, 2-нің 3 дәрежесі, яғни 2-нің x дәрежесі тең 2-нің 3 дәрежесі, дұрыс па? Сонда x тен қанша? 3, x тен 3 жауап. Мынаны таптық. Енді мысалы мынандай жазып көрейік. 2-нің x дәрежесі тең 4-ке. Бұл дегеніміз 2-нің x дәрежесі тең 2-нің квадратына, яғни x тен 2. Таптық, міне. Ал таптық. Енді былай жазсақшы, 2-нің x дәрежесі тең 5-ке десек. Біз 5-кен табу үшін қалай табамыз? Қиын, яғни 2-мен x бір 2 мен 3-дің арасында жатқан сан, 2 бүтін бір нәрсе деген. Енді осындай уақытта осылай қиналмас үшін бізге логарифмді ойлап тапқан. Яғни x-ті біз қалай табамыз демейміз, дайын логарифмге саламыз. Оны қалай саламыз? Қараңыздар. Мынаны алайық. Мына жерге жазып қояйық. Логарифм 2-нің 5 дәрежесі тең x-ға. Міне. Логарифмді осы үшін ойлап тапқан. Яғни қараңыздар. Мына жерге 2, яғни x ненің дәрежесі 2-нің, сол үшін логарифм астына жазылады сол сан. Ал енді ол тең 2-нің x дәрежесі 5-ке. Ал 5-міз төбесінде, ал x болып жазылады. Яғни мысалы дәл осылай былай жазсақ, 3-дің x дәрежесі x плюс 1 дәрежесі тең 72 дейік. Сонда жазылады логарифм 3 негізі 72 тең x плюс 1-ге. Міне. Яғни логарифмді осылай біз қиналып, қалай жазамыз деп таба алмай отырмау үшін бізге осылай ойлап тапқан. Енді түсіндік, енді ары қарай шығарамыз. Қараңыздар. Мынаны жаздық. Енді ары қарай былай шығарып көрейік есепті. Мынаны жаздық. Логарифм 2 оқылғанда логарифм 2 негізі, яғни астындағы сан негізі болады. 2 негізі 5 тең x-ке деп оқылады. Мынау 5 біздің аргументіміз деп аталады, мынау негізі деп аталады. Енді былай жазайық. Мына есепті жазып көрейікші. Логарифм 2 негізі 8 тең x болады. Ал мынауымыз қандай болады? Логарифм 2 негізі 4 тең x. Жазылуын үйрендік. Ары қарай есеп шығарайық. Былай есепті мына жерге жазайық. Логарифм 2 негізі 4 қаншаға тең? Міне, тура мынау есебіміз, осылай бүйтіп жазамыз. Яғни логарифм 2 негізі 4, 2-нің мына жерге тең белгісіздіктің орнына x-ті қояйық. 2-нің x дәрежесі тең 4-ке дейміз, x тең 2-ге деп шығарамыз. Тағы осылай жазайық. Логарифм 2 негізі 8-ден 1 тең x. 2-нің x дәрежесі 8-ден 1-ге. 8-ден 1 дегеніміз 2-нің 3-і, дұрыс, 2-нің кубы. Ал мынаны білеміз, бөлшек кезде егер үсті 1 астында дәрежелі сан болатын болса, ол мына жерде дәреже жоғарыға шыққан кезде 2-нің минус 3 дәрежесі болады. Яғни именно үстінде 1 болса, астында мынандай болса, бұл 2-нің минус 3, яғни минустан басы болып өзгереді. Бөлшектің үстіне шығу үшін, сонда x тең минус 3-ке. Міне, ешқандай қиындық жоқ. Логарифм осы. Ары қарай есептің түрленуіне қарай шығарып кете береміз. Тағы мысал жазайық. Логарифм 2 негізі 0,125 қаншаға тең? X дейік. 2-нің x дәрежесі, бүйтіп 2-нің x дәрежесі, мысалы x емес, мына жерге y деп жазайық бір.
өзгеше қылып, 2-нің y дәрежесі тең мынаған, 0,125. 2-нің y дәрежесі 0,125 25 бөлінген 100 дейік. Қысқарады, 1, мынаған 4. Сонда 2-нің y дәрежесі тең 4/1. 2-нің y дәрежесі 4/1 жаңа түсіндіге квадрат. Мынау жаңа төбесі 1 болатын болса, -2 болады. Сонда 2-нің -2 дәрежесі. Сонда y тең -2. Міне. Оп-оңай, ешқандай қиындығы жоқ. Тағы бір мысал жасайық. Логарифм 7/1 тең z-ке деген. 7-нің z дәрежесі тең 1-ге. Білесіздер, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни мына жерде z тең 0. Яғни 7-нің 0 дәрежесі 1-ге тең. Міне болды. Тағы да бір кішкене мысал жазып жіберейін. Логарифм 4/2 тең қаншаға? Бұны бір n дейік. 4-нің n дәрежесі тең 2-ге. Мынау 4 пен 2-ні бір-біріне келтіру үшін негіздерін бірдей қылу үшін мынаны 2-нің квадраты көбейтілген n деп алсақ болады. Мына 2. Енді мына жерде 2n тең, мынада 1 бар ғой, тең 1 дейміз. n тең 1 бөлінген 2. Міне жауабымыз 1 бөлінген 2. 2-ден 1. Міне шықты, ешқандай қиындығы жоқ. Ал сіздерге тапсырма. Маған логарифм 5 дәрежелі 5/5 қаншаға тең? Логарифм 9/3 қаншаға тең? Логарифм 4/1 қаншаға тең? Және логарифм 6/1 қаншаға тең? Осыны маған шығарып комментарийға жазып кетсеңіздер, мен уақытым болып жатса сіздерге тексеріп жауабын айтатын боламын. Рахмет көргендеріңізге. Міне біз логарифмді осылай 5 минуттың ішінде үйреніп алдық. Енді келесі сіздерде жайлап күрделі формасына өте береміз.